Армысыздар біздің арнамыздың көрермендері, құрметті көрермендері. Бүгін бізде әдеттегідей түнгі қисса жобасы екінші шығарылым. Бүгін бізде қонақта кино әлемінің серкесі, сценарист, көптеген сериалдардың, фильмдердің, ситком, скетчком, неше түрлі инста сериалдардың болсын авторы, бизнес по-казахски сияқты франшизалардың белгілі бір бөлімдерін жазған бұл кісі. Өте керемет жан. Әсіресе көп адамдар қазір, бірақ ол кемейткен, көп адамдар істемейтін деп айтайын десем, көп адам істейді екен оны. Кітап жазған деп айтайын деген ғой. Бірнеше кітаптардың авторы Шыңғысхан Ермахан бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіз, Шыңғыс. Қош көрдік. Біздің Казгудың қазақ интеллигенциясының альма-матерының Түлегіміз. Үшеумізде түлегіміз Бәрекелді. Бұл енді қош келдіңіз. Түнгі қисса деген жоба. Бұда көрермендер біледі. Құрандағы қиссаларды, оқиғаларды сыни көзқараспен қараймыз ғой, былайша айтқанда. Керемет. Алдың шығарылымды көрген шығарсыз? Көрдім, өте жақыннан көрдім. Керемет. Телефонда былай қойып көрдіңіз, жақында. Сондай, жалпы сол форматта болады. Өзіңізде жалпы не жаңалық болып отыр қазір? Бәрі ойдағыдай, дәл қазір бір-екі кино сценарийлердің басы-қасында жүрмін. Одан бөлек енді өзімнің жеке шығармашылығым, ол YouTube-ты бастадым жақында. YouTube-ты бірге бастап отыр екенбіз сонда, получается, осы каналмен бірге ма? Бұйырса енді көрейік, екеуінде ұзағынан сүйіндірсін. Сол, қазірше өзіме көбірек акцент қоюды білмеймін. Соңғы уақытта шешіп жүрмін. Өйткені осы уақытқа дейін бірнеше жаңағы жобалардың басы-қасында жүріп, бірнеше кісілердің былайша айтқанда шашбауын көтеріп, сол жаққа жұмыс істедік. Енді ол жақтан жинаған өзіміздің тәжірибеміз бар, әйтеуір білмейтін тұстарымыз бар, солардың барлығын әйтеуір өзіміздің арнамызға салуға жұмыс жасап жүрміз. Әдемі. Жәке, бүгін енді бізге қандай тақырып алып келдіңіз? Бүгін не туралы әңгіме қозғаймыз? Енді өте қызықты тақырып. Қандай деп ойлап отырған шығарсыздар? Бұйырса, ібіліс туралы айтамыз. Арнайы сондай не берді? Кейіпкерге де арнайы. Шығарылым арнайы. Өйткені өте қызық, негізі былай. Оқырман ретінде де қызық, және түйер заттар да өте көп, тұжырымдар көп шығады. Оның үстіне жаңағы сіз жақыннан көрген бағдарламамен етене байланысты. Өйткені ол жерде біз ол туралы айтып кеткенбіз, ібіліс туралы кішкене, бірақ ол жерде мынандай болды да, біз оның адам ата тұрғысынан айтып өттік. Енді тура сол оқиғаларды бұйырса, екінші тараптан айтамыз ғой, бұйырса. Бұл сіздің тіліңіз айтқанында оператор болып жұмыс істемеңіз. Былай кіріп жатсыз да, екінші жағына. Сіздің тіліңіз айтқанда мынандай режиссерлар болады ғой, бір оқиғаны бірінші келтірді бір персонаж арқылы. Сосын тура сол оқиға қайтады да, екінші персонаж арқылы оны басқаша ашады ғой. Сол секілді болып тұр да бұл да, бұйырса. Бұл тек ібілістің өзі ғана емес, соның әскеріне байланысты, яғни басқа да бір жаратылыстар, кейіпкерлерге байланысты қызықты оқиғалар бар. Қазақ фольклорына да қатысты оқиғалар бар, қызық. Біраз тақырыпты қозғайын деп отыр екенбіз ғой бүгін онда, Мықты. Болды, бастайық онда. Бастайық, Неден бастаймыз? Ол не жаратылыс? Ол не жаратылыстен бастайық, ол не жаратылыстан. Қайдан пайда болды, қашан пайда болды, неге пайда болды жалпы? Қайда пайда болды? Не ғой, ібіліс. Бірінші атын айта салайын, ібіліс деген мағынасы қандай деген секілді. Есімдері де көп екен ол кейіпкердің. Кейіпкер дегенде шын, біз мұсылман ретінде шын сенеміз ғой, ол бар екен. Просто кейіпкер деп айта берейін деген ма. Ол ібіліс деген үміт үзу деген мағыналар білдіреді да. Ібіліс үміт үзу, яғни Алланың рахымынан үміт үзу деген мағынаны білдіреді. Значит, ол ана оқиғаға дейін аты басқадай болған деп тұрсыз ғой. Деп ұштайтыныз. Солай болған ба? Сондай болған, аты не болған? Харис деген ат болған. Харис ырымен. Харис. Сақаусымен ғой негізі. Харис деп айтылады енді. Оның мағынасы негізі жер жыртушы деген мағынасы бар. Одан бөлек кәсіппен айналысушы деген бар. Сосын малға қатысты қолданылса, сақтаушы деген бар. Сіз енді бүгін ібілістің несін ашу үшін қара киініп келді деп ойлаймын мен бұл кісі. Алдаматан айтқан кезде ақ киіммен отқан несінде да. Мен сол балансты ұстау үшін ақпен қара араластырып, әйтеуір ара жігін анықтап. Солай болып қалды. Сондай мағынасы бар.
бірақ оның нақты не үшін айтқанын айтып өтеді. Ол ерекше тұлға болған ғой бұрында, өте жоғары дәрежеде болған, періштелермен бірге жүретін кейіпкер болған ғой. Ерекшелігі, оның тағы бір ерекшелігі, жәннаттағы қазыналарға жауап беруші сондай бір күзетші болыпты. Сондай үлкен лауазым, статусы мықты болған. Біздегі складтың бастығы деген сияқты ғой, иә. Қазір салған кішкене нелер бар. Біздің күзетшілерге кішкене параллель бар. Параллельдер бар. Кішкене өзің қараған. Сол неге ібіліс сондай бір атауы бар, Харис деген, сосын жаңағындай ібіліс деген атауы, сосын шайтан деген мағынасы бар. Шайтан деген алыстады деген мағына ғой негізі. Алыстады. Неден алыстады? Тоже Алланың рахымынан алыстады деген сөзді. Үмітсіз ғой шайтан. Алланың рахымынан үміт үзген, еще алыстаған. Сондай мағыналы білдіреді. Үмітсіз шайтан дейтін біздегі қазақ тіліндегі тіркесте өте күшті барлығы. Сондай. Енді бұл атауына байланысты енді қайдан жаратылды, қашан жаратылды? Қашан жаратылды? Нақты уақыты енді кімнен екені белгілі, адам атадан бұрын екені. Неден жаратылды? Оттан жаратылды екенін де барлығы білетін шығар. Өйткені ғой ол. Анау сияқты оттан, Ол да бір ашып тұр ғой. Оның бір символы ретінде бұл жерде артта қызыл болып тұрады. Ол да сондай неден жаратылған ерекшелігі. Не үшін оттан жаратылдың? То есть оттан жаратылуының бір хикметтерінің бірі көзімізге көрінбейді ғой олар, жындар. Өйткені оттың андай несі, қалай айтсақ болады, сипаттамасы андай нәзік құбылыс қой өте. Былай әр нәрседен өте береді. Сол секілді жындар да әртүрлі жерлерден өте береді деген секілді. Періштелер нұрдан жаратылса, олар жаңа оттан жаратылды дейді. Ол барлығы біледі деп ойлаймын осы нәрсені, оттан жаратылды деген. Нұрдан жаратылған деген ол? Періште. Сондай. Оның бұрынғы жаңа бэкграундтан қарайтын болсақ, именно рухани бэкграундтан қарайтын болсақ, ол кісі естеген екен. Абдулланы сөзге бэкграунд ретінде бір түсіндіріп жіберетінік. Ол кісі андай ғой, бір сөз айтып қалса, бірден бүйтіп қарайтын ол жерде. Әртүрлі аспекті деген не? Ерекшелігі не дейсің ғой? Тақуа болған өте. Барша жаңа нелерде, сыйларда келіпті, адамдарға дейін жер бетінде жындар болды. Жындар болды, өзара жүріп, қан төгіс орнатып, бір-бірлерін бұзақылық жасаған екен. Бір дерек бойынша сол нәрселердің барлығын тоқтатқан жаңағы ібілістің өзі дейді. Өзін Харис болған ғой енді. Періштелердің бір тобымен бірге барып тоқтатқан екен де жаңағы жындардың барлығын теңіздерге, тауларға көшіріп, былайша айтқанда тыныштық орнатқан ғой. Сол кезде ойланып ажыратқан. Ажыратқан, сосын сол кезде ода мынандай бір ой болыпты. Айтпаған ешкім, просто ой болған. Мен мықтымын, что-то көп нәрсені істеп салдым. Мен ешкім істемеген нәрсені деген ғой енді. Так, что-то тоқтаңдар, деп бүйтіп сәл өзіне атсаң көріп. Басқаларға білдіртпеген оны. Тек Алла тағала біліп тұрған ғой. Сондай жері бар. Неде болады ғой. КВН-де бүйтіп жыртсайсыңдар, например, ше. Жыртсадым демейсің ғой енді оны. Бүйтіп, жақсы, нормально залда. Бүйтіп кетіп барса, өзіңе довольный болып кетесің ғой. Хотя өте мысалдарды айтар кезде мынау үлгі ретінде көрсететін мысал екен, бұндай айтпаңдар деп, айтпайтын мысал болып. Жалпы кейде өзіңе шынымен не болып қаласың ғой, өз-өзіңе риза болып қаласың ғой, былайша айтқанда, өзім істеп қойдым деген нәрсе сияқты. Негізі жаңағы жерде де бір хикметі бар шығар, ол енді Алланың қалауымен істеліп тұр ғой ол нәрседе. Шайтан, ібілістің жаңағы жындарды, жаңағы теманы шешуі. Біз әр нәрсені Алланың қалауымен айтамыз ғой, бәрібір жындар мен адамдардың ұқсастықтары не ғой? Қалау ерке берілген ғой. Нәпсі бар да. Сол үшін олар сол нәпсілеріне, бұл ойдың өзі нәпсіден шығып тұрған ой ғой. Әйтпесе періште деп ойламайды. Біздің өзін не болып жүрген нәпсі болып тұр ғой сонда, ол айтады. Значит, біздің өзімізде ібіліске қарағанда нәпсінің бізге келтірер зияны көп болуы мүмкін. Бізде нәпсі бар, еще шайтан бар. Шайтан бар, екі жақты соғыс жүргізіп жатыр. Бірақ иманымыз да бар екенін ұмытпай қостырады. Ақтыбұл жақтап жатыр. Резко. Іште тұр да, мен ақтыбұл көрінер ма? Сыртта тұр да мынау, қара. Сол үшін іштегі нәрсе ақ екен. Мынаның ішкі жағы. Ух ты. Мен осыдан мысал табайық жалпы. Енді носки. Сосын бір ғалым айтқан екен, бұл шығарылымды не үшін айтып жатырмыз дегенге бір себебін айтып салайын. Қандай бір себебі бар екен.
өле өлгенше адамдарды азғыратын ібілісті дейді. Соны тану, сол туралы білу, содан сақтану, былайша айтқанда сақтану мүмін адам үшін, ақылды адам үшін парыз дейді. Парыз енді міндет деп айтады енді ол жерде. Яғни кез келген ақылды адам біліп, сосын сақтану керексің ғой. Сақтану үшін сен білу керексің. Сол андай не бар ғой ше. Мысалы. Мынандай бір сөз бар ғой. Дұшпаныңды жеңудің ең тиімді тәсілі ол туралы ақпараттарды білу, яғни көбірек білу. нақты танып алу ғой. Осы тұрғыда бір мысал бар. Мысалы. Неде біз ұшақта отырған кезде бізге көрсетеді ғой. Міне мынандай дүниелерді біліп алуларың керек, себебі мынандай жағдай болған кезде қалай істеу керектігін алдын ала бізге ескертеді деген сияқты. Сол жақта бізде бір апат жағдай болатын сәтте немесе бір қиын жағдай болатын сәтте біз ол туралы білуіміз керек. Деген сияқты. Сізге ескертіп қойып тұр ғой, сондай. Ескертіп тұр ғой. Алай-былай болып кетсеңдер, деп. Байқаңдар деп. Сөйтіп көтерілген жаңағы оқиға жалғасып отыр ғой. Білесіз? Өзіне разы күйде. Өзіне разы күйде, Сәл тәкаппарлықпен. Періштелер білмейді. Сонда мен түсінбей тұрғаным, ол сонда періштелермен қатар жүрді делінген, бірақ періште санатынан жатпайды сонда, Себебі оның қызық жері бар. Бөлек. Негізі жаратылыс бөлек, көп басым көзқарас бойынша жын деп айтады да. Бірақ кейбір енді кішкене деректерде айтылады. Оның періштелердің тобынан болған деп айтады. Анау нелерде, библияларда жаңа сандық солар нелер дүниетанымдарда былай ғой, ол патша ангел деп айтады оларда. Бірақ енді біздің көзқарас бойынша жыннан деп Құранда өсіп келеді. Ол жыннан еді дейді. Сол үшін біз жыннан бөлек деп айтамыз. Оның қосылуына бір себептері бар, бірақ қатты бір андай танымал көзқарас емес. Кезінде жаңағы жындар жүрді ғой жер бетінде. Сол кезде періштелер бар дейді да, өздері ғана барып әртүрлі нәрселерді алып, жаңағы жан-жаққа жиыстырып, былайша айтқанда жындар. Сол кезде біреуін алып қалды, сол ібіліс. Соны өздері тәрбиелеп алды деген секілді келтіреді ғой енді. Қатты танымал емес көзқарас. Сондай. Ол өзінің құлшылығы арқылы сол дәрежеге жеткен ба? Сонда. Ерекшелігі енді періштелермен бірге болып, ілімі де жақсы болған, руханияты жақсы болған, көп құлшылық қылған. Еще нәпсісі болып тұрып, сондай нәрсе. Значит, қазір бізде анадай түсінік бар ғой. Қазір күшті құлшылық етіп жүресің, жақсы адам болып жүресің, бірақ уже сонымен жұмаққа кіріп қойғандай жүріп қалатын кездер болады ғой. Дегенмен өмірдің соңына дейін белгісіз кетіп қалуы мүмкін ғой, сондай жолдан тайып кетуі мүмкін, әйтпесе ібілісте белгілі бір уақыт мерзімінде жаңағыдай үлгілі құлдардың, үлгілі жаратылыстардың бірі болып тұр ғой сонда. Өз мысалымен көрсетіп тұр да соны. Тура осы мотив көп шығармаларда бар ғой. Қазір келетін шығармыз соған. Бұған енді бұл келсек екен. Бұл не ғой? Діни қиссалар не ғой енді? Ең алғашқы шығармалар деп айтсақ болады, ең алғашқы сюжеттер деп. Сол үшін содан енді тариды ғой бәрі. Қаласаң да қаламасаң да содан аласың ғой, бәрібір. Драматургия. Алғашқы. Ары қарай көтерілді, өзінің іс-әрекеттерін жасап жүр, періштелерде жаңағыдай не жасап жүр. Енді ана жерге келеміз ғой. Мен халифа жаратамын дейді, жерде орынбасар жаратамын дейді, Алла тағала айтады періштелерге. Сол кезде жаңа сіз өзіңіз айтпақшы, айтып беріңіз тағы да. Халифа жаратамын деген кезде періштелер сен тағы да жерде қан төгіс жасайтын жаратылыс жаратып жатсың ба деп өзінің ойын айтқанда, Алла тағала өзінің ойын. Сол кезде ібіліс ішіне сақтап қалған екен. Үндемеген, былайша айтқанда, іштей жек көрген ғой тек. Ал кейін сәжде етуге келген кезде, адам атамызға сәжде еткізген кезде, періштелердің бәрі сәжде етті, ібіліс тұрып қалды дейді. Былайша айтқан кезде істің басында ол өзінің несін жасырып қалды да, іште пиғылын ше. Бізде де белгілі бір нәрсе жұмыс бастайын деп жатқан кезде бір нәрсе ұнамай тұруы мүмкін да, біз ішімізге сақтап қап, кейін оны басқа адамдармен отқанда өсек қылып, басқа бір жерде сыртынан айтып жүргеннен гөрі, жаңағыдай бірден сол жерде мынау что-то маған ұнамай тұр деп айтып тастаған абзалырақ періштелік сипатқа келеді екен сол кезде, ана ойын айту. Ал жаңағы нәрсе қандай сипатқа келіп тұрғанын енді байқап тұрсыздар өздеріңіз. Жалпы қазақта дейді ғой, істің жаңағы басына қара. Басына қара. Соңына емес, басына қарайды. Өйткені адамдардың ниеті басында жақсы көрінеді. Ол до конца жетпей қалуы мүмкін, нәтижесіне апармай қалуы мүмкін. Дегенмен бастағы ниет дұрыс болу керек. Сөйтті, халифа жаратам деді. Жаратам деді, ол келіспеді, сәжде жасамады. Өйткені өзін одан жоғары санады.
категория ана несі ғой, қалай айтсақ болады, статусы. жаратылу материалына да қарады да ол. Мен отпын ғой, мен мықтырақпын ғой деп айтады топырақтан қарағанда деп. Иә. Тағы да бір кішкентай себебі бар, айтып жіберейін. Бұл да көп айтылмайтын нәрсе. Мен бағана айттым ғой, Жәбірейіл періште барып, періштелер барып, әртүрлі періштелер барып, нені алды, жеріне, әртүрлі жеріне топырақтар алды деп айттым ғой. Бір апта бұрын айттыңыз. Содан тағы да бір кішкентай бір көзқарас бар, көп айтыла бермейді деген мағынада айтады. Ол жерде жаңағы ібліске айтты дейді. Жерден барып топырақ алып деп. Топырақ алып келіп қойғанда, содан кейін барып жаратылған дейді, сол топырақтардан адам ата. То есть мен өзім алып келдім, мен соған құлшылық етемін ба деп кішкене өзін ұқсап болған екен. Мотив бар. Бірақ ана жерде логика чуть-чуть іблісте не то кетіп қалды деп ойлаймын. Қай жерде? Отты топырақтан жоғары көрді ғой. Иә. Байқайсыздар ма, нелерде Топырақпен сөндіріп атады ғой. Иә. Значит, топырақ отқа қарағанда керісінше күштірек болуы мүмкін деп ойлайсыз. Өйткені топырақпен отты сөндіре аламыз, топырақты өртей алмаймыз дегенмен. Деген сияқты ойлар ғой енді. Өзім ойлағаным бар. Иә. Негізі бір орны бар сияқты бұл сөзінде. Не дейтін еді? Существовать имеет право. Өмір сүруге құқы бар. Өмір сүруге құқы бар ой деп ойлаймын. Пікір деп ойлаймын. Келіссеңіздер комментарийге жазайындыңыздар. Кез келген жерінде есте салатындар бар ғой комментарийге. Күшті келіп тұр ғой. Иә. Қалай ойлайсыздар? Негізі нормальный нәрсе айтып отқан сияқтымын. Иә, мынандай жер бар. Ары қарай жасамайды ғой. Сәжде етпеймін дейді. Сөйтіп, не болды ары қарай? Оған түс деп айтады. Түс деген кезде кейбір ойлап қалады, жерге түс деп ойлап қалады да. Жерге түспеген сол төменгі аспанға түскен дейді, төменгі дәрежелердегі. Құдай бұйырады, төмен түскен. Уақытша жүре тұрады ғой енді. Сөйтіп, ол жәннатқа кіре алмайды бірақ. Бұрын жәннатқа кіріп шығып жүр ғой, қазір кіре алмайды. Ішінде адам ата бір. Бірақ қызы жылан деген персонажды қосып осы жерге. Жылан дейді. Кәдімгі жылан бар ғой. Бірақ ол кезде бұрында ол не болған екен? Деректерге сәйкес 4 аяқты болған дейді жылан. Бұл жаңағы жәннаттың бір ең көрікті нелердің бірі болған. Жануарлардың бірі болған дейді. Кейінгі анау нелердің қарасаңыздар болады. Жыланның негізі аяқтары бар деген бір нелер бар екен ше. Ғылыми бір зерттеулер бар екен. Кейбіреу андай алдыңғы жақта, жамбас жақтарындағы бір нелер бар дейді. Сүйектерінің кішкентай іздері қалғылаған дейді. Сондай қызық бар екен. Бәлкім. Эволюцияланғанда болуы мүмкін. Иә. Конечно. Сондай ары қарай жаңағы кіре алмайды енді, не істеп? Кірудің амалын табу керек қой шайтан. Сосын жаңағы әртүрлі сол кезде жануарлар бар екен сол жердегі. Өздерінің үстін көреді. Кринж, сенің ішіңе кіріп кринж дейді, аузыңа салып мен апаршы дейді. Кринж деп кринж жасап тұр ғой былайша. Сөйтіп, ең соңында жыланға келіп тоқтайды. Ібліс айтады. Екеуі дос болған екен бұрында. Өйткені ол да кіріп шығып жүреді ғой. Екеуі де жұмақта жүрген кезде. Иә. Сөйтіп жүретін не екен жаратылыс екен. Сөйтіп енді күзетшілерден оңай өтіп кететін жолын іздеп, жаңағы кімге жыланға барады да, келіскен кезде былай айтады. Маған сенші дейді. Кейін саған адамдар зиян тигізбейтін болады дейді. Кім айтады? Ібліс айтады. Өзім қорғап шығамын дейді. Иә. Тәуекел етші маған дейді ғой. Сенші маған дейді. Сенші маған кіресің деп тұр. Сөйтіп екеу кіреді. Кіргеннен кейін бір ғалымдар айтады, ол кірмей сырттан айғайлап азғырған дейді. Азғыру деген тема келе тұр ғой адам атаны. Екінші көп айтатын көзқарас жаңағы жыланның ішіне кіріп ішіне кірді дейді. 4 аяқ деуші. Ең әдемі жаратылыстардың бірі. Денесі алтынмен сондай жалатылған дейді. Сөйтіп кіреді, адам ата мен Хауа жүр. Оларға тыйым салынған ағашты жемеңдер деген. Сөйтіп сол кезде аналар жылап келіпті ібліс. Не болды? Бір минут. Мен жақын отырайын ба? Қолыңызды бедеу беріңізші. Мен түсінбедім ғой. Биік отыр деп отыр ма деп тұрмын ғой. Мен кәдімгідей жауып отыр ма? Мәссаған. Қызық екен. Сонымен сөйтіп кіреді жәннатқа. Сен жәннатқа кірген кезде начали деген кезде осы жерден басталып тұр ғой бәрі. Жәннатқа кіреді. Қалдыра берсек болады екен негізі монтажда. Жәннатқа кіреді. Сөйтіп азғырады. Азғырған кезде былай бастайды. Уже техникасы бар оның.
жылап кіреді екен. Аянышты болып. Аянышты болып жоқтап кіреді, жоқтап жылап. Андай дауыс салып кірген екен, сөйтіп сосын не болды деп келеді. Былай қарап тұрсаң, логикаға келіп тұр да, оның жәннатта не істеп жүргеніне байланысты. То есть адам аты алданып қалатындай ақ болып тұр негізінде. Өйткені ол қуылды ғой жәннаттан. Былай қарасаң, жәннаттың ішінде жүр да. То есть ол ойлап қалуы мүмкін, может, шынымен де оған кіргізуге бір рұқсат болған шығар деп. Сөйтіп кіреді, айтады, сендерге аянышты шығар дейді. Неге десе, сендер мына жерде мәңгілік бола алмайсыңдар ғой дейді. Неге дейді? Өйткені тыйым салынған ағаш бар ғой дейді. Сендерге Алла тағала оны мәңгі қалмайсыңдар ау деп жегізбеді дейді. Соны жесеңдер жәннатта Алла тағаланың нығметтеріне толыққанды мәңгілік жүресіңдер ғой дейді. Оның алдында адам ата ойлаған екен, жәннатқа кірген кезде осы жерде мәңгі қалсам ғой деп. Ана соны естіп қалған болып тұр ғой. Слабысынан ұстап тұр. Ұстап тұр, сөзден ұстап тұр. Сөйтіп келеді, сөйтіп азғырады бір жағынан. Сосын екінші азғырудың түрі бар. Несі жоғары бұның. Деңгейі жоғары. Алла тағаланың атымен ант етемін десе болады ғой. Алламен ант етемін дейді. Былай қарасаң, адам енді жаратылып, енді басталып жатыр өмірі. Біреу келіп тұр да, Алла тағаланың атымен ант етемін деп тұр да. Сенесің ғой енді? Иә. Сөйтіп, бір рет емес дейді. Ғалымдардың айтуы бойынша 70 рет айтқан дейді. Мүмкін нақты ол айтпаған шығар, бірақ көптігін білдіріп тұр ғой бірде. Сөйтіп, көп айтқан екен. Ол тек қана тыңдау болып кетіп жатқан жоқ па? Арасында қосылып кетті. Қызық болып жатыр ма? Сөйтіп азғырған. Адам үшін деп ше. Адам үшін деп жылап сөйтіп келген екен. Шынымен бе деп ойлап қалады деді. Мәңгілік ағаштан жесең сен Алла тағаланың нығметтерін былайша айтқанда мәңгілік көресің деген қызық қой негізі. Бұл жерде де Аллаға деген махаббат бар ғой. Сөйтіп азырған жаңағы ағашты өзі бір деректе енді сөйтіп келеді, өзі алып келіп көрсеткен дәмін таттырған дейді. Жеп еще бүйтіп айтқан, енді оны нақты анық қана білмеймін, бірақ оқыдым сөйтіп. Анау дәмі қандай күшті деп айтқан екен дейді. Күшті ғой деп. Сөйтіп ұсынған, ол кісілер жеген. Сөйтіп жейді. Оның тағы да жаңа айтып өтейін, осы жерде де адам атаны не үшін жейді дегенге байланысты. Әрине жаңа шайтан дегенде себеп бар. Екінші жағынан өзінің табиғатында бір себебі бар. Өйткені ол ұмытушы ғой. Адам жалпы баласы ұмытушы да. Ол не істеп қалуы мүмкін. Оған айтылған кезде мына ағаштан жеме деген кезде ол может тура сол ағашты ма, я болмаса сорты ма сол ағаштың ол да білмейді да, ұмытып қалған ғой. Сөйтіп нақты ол ағаш жемесе де сол сорттағы басқа ағаш жеп қалуы мүмкін да бұл жерде. Сол жағынан да қателесуі мүмкін. Онысы тағы да бір не бар. Ол кісі бұл пайғамбар болып жерге келген кезде пайғамбар болды. Осы оқиға бітті ғой. Біткеннен кейін бар пайғамбарлыққа келді дейді да. Бұл пока что алғаш жаратылыс ретінде ғана болып тұр дейді. То есть ол оған кешірімді дейді. Пенделік сипаты бар. Пенделік сипаты бар. Любой адамда негізі сондай бар ғой. Бірақ негізінде пайғамбарларды біз ондай келтірмейміз. Сол үшін осындай түсіндірмелер айтып өтеміз да. Алла тағала өзі айтады, ол ұмытты деп айтады да. Негізі ұмытуға күнә жазылмайды. Бірақ Алла тағала оған сөйтіп ұмытқанын білдіреді. Сөйтіп тәубе етеді бірақ. Адам ата тәубе етеді. Оның өзіне жаңағы тәубе етудің сөздері оған үйретіледі, Алла тағала береді. Сөйтіп ол дұға бар. Сол жұмақта жүрген кезінде. Ол еще нелері білесіз ба? Оқиғалы негізі. Жаңағы нені жегеннен кейін киімдері шешіліп қалады, сыртып қалады. Бір-бірін бірінші рет көрді сол кезде. Шынайы нелерін, бейнелерін сөйтіп. Бірден бүйтіп бастарын кері бұрып жүгірген екен. Тығылып, ұялғаннан тығылып. Сосын басқа нәрселерін жаппақшы болған енді. Сөйтіп айтады, қайда бара жатсың? Сен менен қашып бара жатсың ба дейді. Жоқ, сенен ұялып тұрмын Раббым дейді. Сол кезде жаңағыдай кешірім жасаған, тәубе еткен. Сол кезде тәубесін қабыл етеді Алла тағала. Бірақ сонда да до конца қалдырмайды да. Бұл жерде де Алла тағаланың о бастағы айтқан сөзі бар да. Мен жерде жаратамын халифа деген. Мен то есть жәннатта деп айтқан жоқсыздар, жерде жаратамыз, значит, оның айту баратын жер по идее жер болу керек. Қалай болмасын. Через сол нәрселер арқылы барайын деп. Жолдар арқылы. Бірақ андай нәрсе бар екен тоже. Кейде бір нәрсе, то есть бір күнә кешірілуі мүмкін да, бірақ оның салдары болуы мүмкін. Адамдармен байланысты, мысалы, бір адамға бір зиянын да тигізіп жіберуі мүмкін. Сен одан кешірім сұрайсың, Алла тағаладан кешірім сұрайсың. Ана адам да кешіруі мүмкін, Алла тағала да кешіруі мүмкін. Бірақ бір заң бойынша бір андай салдарлар болады да. Мүмкін сен түрмеге отырып шығасың деген секілді жазалары болады екен. Соның Алла тағаланың жазасы ретінде ол жерге түсті дейді.
жерге түсті. Менде сұрақ бар да. Мысалы анау Джеймс туралы бар ғой. Иә. Біз енді мына жалпылама қазіргі бүкіл ақпараттарды қарайтын болсақ, ол жерде жаңағыдай алма кейпінде болады ғой сипатында, бірақ мен енді білуім бойынша ол басқа да жемістер болуы мүмкін деген сияқты айтылған, иә? Осы жерде мұсылмандық деректерді деп қалып кеттім. Мұсылмандық деректерді мен алма дегенді оқымадым, әзірге таппадым. сол, иә, соны айтқаным. Мен ол жерде мынандай не айтып өтейін, жемістерді. Бірінші жүзім дейді. Жүзім ағашын жедеді. Екіншісі бидай масағын жеді. Бұл жаңағы мен айтып өткенімде бірінші шығарып көрген шығарсыз. Сол жерде біздің Жүсіпбек Шайхислам дейтін кісі бар. Жырларды жинап жүретін кісі. Сол кісі бүйтіп айтады. Адамға бидай беріп қылды ғасы дейді. Дебілсіз сипаттап. Ғасы деген күнәһар деген мағына ғой. Шектен шығушы деген кішкене. Сол бидай деген сөзді қолданған деймін ғой аталарымызда. Бидай болған дейді, кейбір айтады, ол өз жанатына сәйкес бөлек бір жеміс болған дейді. Түсіндіре алмайсың оны. Иә. Сондай болған дейді. Біздің жалпы жер бетінде жоқ. Менде вообще мысалы осы оқиғаларға келген кезде жемісті айтқан кезде білмейсіздер қалай екен. Қараңғы жерде жарық түсіп тұрады, и бір ағаш тұрады, алма тұрады. Біз өйткені осы күнге дейін солай келдік қой, иә. Киноның әсері шығар ол. Мүмкін. Бұл жерде екі түйін жасауға болады. Екі түйін болған, бір түйін ғой енді соны. Түйіннің сыртынан бір түйін түйіп жібердім бе кішкене ше. Түйін. Мысалы, адам мен ібілістің айырмашылығы екеуі де енді қаншалық дұрыс екен, күнә жасап тұр ғой. Сәжде етпей күнә жасады. Ібіліс тәкаппарлықты. Қателік деп айтасыздар. Адам атамыз, иә, қателік жасады. Екеуі де қателік жасады дейік. Біреуі күнә немесе екіншісі қателік жасады. Сол кездегі айырмашылығы тәубе етуінде болып тұр ғой, иә. Ібіліс тәубе етпеді. Адам атамыз бірден тәубе етті ғой. Получается, қателігін сразу мойындады. И еще оның үстіне тәубені Алла Тағала салып берді деп тұрсыз ғой аузына. Сонда біз өзіміз де тәубе ете алмаймыз ғой, өзіміз, иә? Адам ата нені жаратылыс қой жерде. Тәубе ету дегенде процесс орын алғаннан кейін оған да соның жауабын беру керек қой, нақты. Бірақ анықтамасы секілді ғой енді. Алла Тағала енді өзі беріп берді ғой жерде. Мейірімі ғой. Ситуация орын алды, енді осының инструкциясы мынау. Сөйтіп жіберді. Кешегі алдыңғы шығарылымдағыдай жаңағы Абыл мен Қабылға қалай жерлеу керек екенін Қабылға көрсеткен сияқты. Сөйтіп андай қызық жеріне салайын, қалдырып кеттім. Қазақта жылан аяғын көрген дейтін тіркес естіп пе едіңіздер? Сондай тіркес бар деп естідім. Сізден қазір естідім. Жылан аяғын көрген деген екі мағынасы бар дейді. Біреу қу адамдарға айтқан, біреу тапқыр қырақ адамдарға айтқан дейді. Өйткені кей кездерде шынымен де жыланның аяқпен келген кездері көріп қалуға болады дейді. Бұл да жаңа аяқ дегенге келтіріп отқаным ғой. Айтпақшы, ерекше қызық жерін тастап кеттім. Бұл қай жерден істеп отырмыз біз? Тәубе еткен жерін айтып отырмыз, иә? Келмепті, енді келеді екенбіз. Мен аяғын көргендер болса, коммент жазып кетіңіз. Мен ананы ойлап тұрмын да, жаңағы кімнің кіру методы, азғыру әдісі, техникасы, маркетинг қой. Иә, техникасы керемет. Оны енді басқа да салаларда қолданатын шығар. Мысалы, өзіміз қазір жүрген, өзіміз айналысып жүрген салада да бұндай әдістер бар кейіпкерге байланысты. Кейіпкерді егер сен жақсы көрермен оны жақсы көретіндей болса, немесе жақсы көру тиіс болса, көрермен оған болысу керек болса, онда оны біз бір аянышты күйде көрсетуіміз керек. Бәлкім, білмеймін, бір трагедиялық бэкграунды бар шығар. Бәлкім травмасы, бәлкім бір әділетсіздікке ұшыраған сияқты көрінуі мүмкін. Және ол инструменттердің барлығы түптеп келгенде жаңағы біздің бас кейіпкерімізге деген аяушылық сезімін ояту үшін, немесе одан кейінгі әрекеттеріне болысу мақсатында біз оған предрасположенно қараймыз. Оның қазақшасы? Оның үстіне жаңағы ана жері ұнап тұр деген болмайды, иә? Қызық екен. Ана жері қызық екен. Тура қазіргідей ғой. Клип
көзқарас сияқты ғой, анау басында Иә, жылап кіреді ғой, иә, бізде де резко ұстап қалу керексің Иә, ғой. иә, Ау, неге жылап жатыр дейсің ғой, короче, біреуді көріп Иә, қалсаң или біреу айқайлап бастаса видеосында не айқайлап жатыр дейсің. еще ол жерде өзінің ғана айтып тұрған жоқ та, мен сендерге жаным ашып тұр дейтін жері бар негізі. Иә. Бұл да әсер етеді ғой, бір нәрсені сататын кезде Иә. мен өзім айтып отқан жоқпын, сендерге жаным ашып ұсынамын деп. Балам киіп жүр деген кемейде бұл. Қазақ халқын ойлап істеп жатыр Иә. деген сияқты. Маған бәрібір деген ғой, мен бәрібір мен сендерді ойлап жатырмын. Иә. Ертең ана университетке түсесіңдер бүйтіп. Сол үшін жаным ашып тұр дейтін адамның бәріне сене бермей. Иә. Екінші әдісі де біздің кино саласында қолданылады. Әлсіз жері арқылы адамның көңілін баурау. Слабость арқылы. Иә, мысалы біз кейіпкерді ойлап тапқан кезде оны бір супер герой секілді қылып істей алмаймыз. Оның бір әлсіз тұсы, осал тұстары болады. И сол тұсын біз мысалы сценарист, автор ретінде жазамыз. Бәлкім мына кісінің ұлы-даман бір сипаты бар шығар. Бәлкім мына кісінің мынандай бір әлсіз тұсы бар шығар. Анасын айтқан кезде бір ашуланып кететін деген сияқты біз сондай бір ілмектерді жазып қоямыз өзіміз түсіну үшін. Сөйтеміз де соңында сол кейіпкерді жығу керек болса, сол осал тұсы арқылы оның оппоненті солай жеңеді қиын ситуацияларда. Бұл да енді бәлкім сол жақтан шықса керек. Бастауы. Мүмкін, өте мүмкін. Өте мүмкін. Мүмкіннен бұрын солай да шығар. Себебі, жаңа айтқанымыздай, енді бүкіл нәрсенің бастауы бар ғой. Негізі, жалпы батыстық жазушыларда, философтарда түп негізі шығыста жатыр ғой. Бүкіл шығармалардың негізгі идеясы, тақырыптық мәндері сол шығыстан алынады. Ал шығыстың барлығы қиссалардан алынады ғой, по-любому. Сюжеттік желілер ішіндегі барлығы сол жақтан алынады. Айналып келген кезде қазіргі фильмдердің ішіндегі көп нәрселер осынан алыну мүмкін. Алдыңғы дәрісімізде де айттым, дәріс қыласың да, шығарылым емес. Өзім лектор болған деп қойсай. Сосын мынандай бір не бар, енді мен білмеймін, ол келе ме екен, келмей ме екен, бірақ деген ойыма сап ете қалды да айтылған кезде. Троя фильмінде Сайтанның сапалағы ұқсап сап ете қалды. Иә. Бірдеңе сақырағандай. Мынау Троя фильмінде жаңағы аттың несін жасап, макетін жасап, сөйтіп қамалға кіру деген әдіс бар ғой. Сондай жері бар ма? Енді негізгі ең негізгі несі сол ғой. Ана үлкен ағаштан ат жасап, қалдырып кетеді. Жақсы айтасыз. Жалпы мағынасы былай, енді мысалы бір екі тарап соғысып жатыр, көргендер комментарийде өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Көрмегендер болса көріп, сосын барып осы шығарып. Екі тарап соғысады, сонымен бір тарап қамалдың ішінде болады, қамал деп айта береді. Екінші тарап сыртта болады да, сол екінші тарап мына жаққа кірудің әдісін ойлап тапқан кезде оларға бір сыйлық жасайық. Сыйлық үлкен бір аттың күйінде, мүсінінде болсын, 4 аяқты. Ол жерде жаңағыдай бір өздерінің әдістері бар. Олар аламайды да, содан кейін осы бір қулыққа барады да, атты типа сыйлық емес, тастап кеткендей, қашқаннан қашып кетіп ананы алып кете алмай қалғандай, короче, әсер қалдырады. Сондай ба, жалпы айтқым келгені сол аттың ішіне олар тығылып, сөйтіп жаңағы қамалға нетіп, соның ішінде, в общем, аттың ішінен шығып, жаңағы нені қамалды басып алады. Өте қызық екен. Атты ішке кіргізеді, сый деп ойлап, ат деп ойлайды ғой енді барлығы ұйықтаған кезде ішіндегі сарбаздар шығып, қамалды ашып, жермен жексен етеді. Сол жердегі айла тәсіл тура ұқсайды екен. Ұқсайды екен, күшті келеді екен. 4 аяғы бар, как раз. Ат негізі баста жылан болған дейді. Трояның авторларының миында жылан болған дейді. Танымал емес деректерге сүйенсек, адамның қиялы ғой, бар нәрсені алып, кішкене өзгертіп жіберсең, кішкене ғана өзгертіп жіберсең. Креатив ретінде. Штамп қой бізде КВН-дегі штамп деген нәрсе. Сосын ана жері бар, күзетші ретінде. Күзетіп жүрді ғой. Ол да енді тәкаппарлығына әсер етті ғой, өйткені статусы жақсы да. Не нәрсені күзетіп жүрді? Кешірім сұраймын. Не нәрсені күзетіп жүргенін білмей жатсаңыздар комментарийге сұрақ ретінде. Яғни ол күзетіп жүріп, сол да әсер етуі мүмкін да тәкаппарлығына. Сол секілді біздегі күзетшілер секілді ғой. Кішкентай нәрсе берілсе де, үлкен жауап беріліп
шлагбаум ашатын кісілер в основном Иә, иә сол иә. кісілерде Өте салмақтылық байқалады. Сол ғимараттың иесі бәлкім өйтіп өзін көрсетпеуі мүмкін. мен енді бір кісіден естідім осы көреміз ғой всегда сондай күзетшілер ашушаң болып келетін бір мелочь нәрселерге бола кіргізбей қойып әйтеуір несін қатты пайдаланып сол кезде айтады да мүмкін осы мінезі үшін де ол кісілер күзетші болып жүрген шығар дейді да егер де ол кісілерге одан да үлкен билік берілетін болса дейді керісінше олар вообще быт шыт қылып жіберер еді дейді да сол үшін күзетші болып жүр дейді да бірақ жақсы адал күзетшілер де бар екен иә сондай Егер сен адал күзетші болсаң, адал күзетшілерді төменге белгілеп кетейік. инстаграмда енді несін иә айтайық ондай кісілер көп қой біз қай жеріне келдік нақты история қай жер күзетшілер жоқ Иә. бұл не вообще күзетші сөйтіп болған киімі тәкаппарлығын сыпырылып, тудырғандар тәубе етіп, жерге сосын түсіп жерге келген мысалы иә түсіп жатыр мына. түсіп жатыр міне түсті оның алдын айтады төртеуіңе әрқайсыңа трансформация болады дұрыс емес жаққа қарай Төртеуіңе деген кімге? төртеуі дегеніміз адам ата хауаны ібіліс және жылан ана төрт аяқты болды деп айттым ғой Иә. сенің ерекшелігің енді осы бастан не боласың аяқ қолың жоқ болады жорғалап жүресің жерде деп екінші жаңағы ібіліске ақыретке дейін лағнеттеліп жүресің аллах тағала рахметінен үміт үзеді адам ата ерекшелігінде ол жерде ол дайын асты жей береді ғой енді жәннатта ғой Иә. күшті тастар енді оған еңбек ету керек қой ол тамақты жеу кішкентай тамақты жеудің өзінде үлкен еңбек ету керек сондай несі как минимум теріп алып келу керексің ғой бірдеңені жеу үшін енді әйелдерге қатысты оларға не айтылады бұл тек ислами деректеріміз жаңағындай библиялық нелерде қарасаңыздар да келеді екен не келеді қан бар ғой етеккір қаны сол кезден басталды деп айтылады да енді жаза ретінде енді әр адам жазасы болып тұр ғой бұл жерде сондай бір қызық получается ризық табуды сол біздің жазамыз ретінде де адам атаның жазасы ретінде бізге жаңа айтып өттік қой адам ата қалай бірінші несін тапты бидайдың масағын жей салғаннан кейін жерге түсіп сол бидайды қайтадан полный процесс жасап шықты отырғызып маңдай терін төгіп сөйтіп сосын патша оған айтады енді жерге түсті ғой әртүрлі жаққа түсті олар сосын кім айтады ібіліске байланысты ғалымдар айтады ирак жерлеріне түсті дейді ирак қазіргі ирак жері бар ғой сол жерлерге түсті дейді енді бұл бастау керек қой несін өзінің қызметін бастау керек қой бұл кісі бұл кейіпкер өзінің қызметін бастаған кезде былай істейді дейді таңертең әскерлер айтпақшы балалары пайда болған екі жақта да иә адам атамыздың ұрпақтары көбейді балалар бар негізі атаулар бар танымал 5 баласы бар нақты атауларын ұмытып тұрмын бірақ керек болса қарап бере аламыз қатты керек емес шығар деп ойлаймын жоқ керек болып тұр қызық айтып жіберейін ба иә жоқ қызық ібілістің 5 баласы 5 баласы деп айтылады сәбір дейтін біріншісі бұл ерекшелігі неде деген кезде адамдарға үмітсіздікті ұялатады құрыдым бітті деген сөздер үйретеді екен иә сен точно кеттің ғой болдың сен есен адам болдың деген сияқты иә қызық екен шынымен ең қиын нелерінің мынау иә ең адамды құрдымға апаратын жол екен үмітсіздік дейді үмітсіздік деген шайтанның ісі ғой үмітсіз шайтан деп иә қайда мен шығарып едім ғой сондай естеріңде болса қолданып жүрсеңдер ғой ауар дейтін бір несі бар екен енді ағуар деп айта берейік ағуар дейтін зинақорлықты андай халал емес қарым қатынастарды сәнді етіп көрсетеді адам анау күшті деп па иә шынымен де сөйтіп көрінеді ғой красавчик мачосың ғой сен деген секілді иә сосын мисуат дейтін түрі бар екен мисуат тымен өтірікке бағыттайтын шайтан өтірік дейтін өтірік айтсаңыз шынымен де сіздің арасында шайтан деген сөз ғой жақсы екен жақсы мисуат деп анаумен бүйтіп жаңағыдай байланыстырып ұмытып қалмау қазір өте қызық нәрсе айтамын мынау бүйтіп жазады деп ойламаймыз біз негізі мен өзім сөйтіп ойламадым бірақ өте күшті дәсин деген аты аттарын ұмытып қалуымыз мүмкін бірақ қызметін қараңызшы бүйтеді
адаммен дейді бірге сол үйге кіріп сол үйдегі кемшіліктерді көзіне көрсетеді Көрсетеді, иә жасырын тұрса да соны кәдімгідей көзіне жарқ еткізіп көрсетіп тұрады дейді көз жұма қарай алмайсың қызық өте қазіргі келеңсіздіктердің мәміленің дұрыс болмауының себептері ғой иә отбасындағы әлі не қылмағансың ба дейсің ғой иә примерно иә қарап отбасындағы көп кикілжіңдердің бәрі осы жақтан туындайды сосын нәскилерді жоғалтатын сол сияқты нәскиң бір сценарийді таппай қаласың ғой сосын залямбур дейтін бар заламбур бұл базардағы шайтан дейді базарларға барған кезде сен сауда саттықтандай айла жасап соған еліктіріп тұратын шайтан екен миссиялар бар иә енді менде сұрақ енді білмеймін төртеу ма бесеу үмітсіздік зина өтірік базар бар үйге кіретін мен білмеймін бұл сұрақ қаншалықты орынды екенін бірақ енді қояйын адамдарда осындай сұрақ болуы мүмкін ғой сыйлыққан сияқты ібіліс енді ібіліс ладно сондай қателік істеді күнә істеді енді оның балалары оларда қандай күнә бар деген сұрақ қой енді білмеймін сондай сұрақ келіп тұр ма иә ол былайша айтқанда содан жаратылғаны үшін оларда жоқ мен айта салайын сізге ол кісіні жындардың әкесі деп айтады жындардың атасы деп яғни ол ең главный содан тарайды бізде адамдарда адам ата болса оларда ібіліс енді жындардың арасында да біз білеміз ғой мұсылмандар еместер бар то есть оларға да таңдау берілген олар өздері жаңағындай таңдау мүмкін еді бәлкім таңдау мүмкін иә бар таңдағандары бар ғой иә пайғамбар кезде сахаба болған кәдімгі жындар болған дейді сахаба болған жындар дейсіз ба иә сондай енді сондай деректер келіп жатыр маған танымал емес пікірлер танымал емес пікірлер мұсылмандық нелерде дәстүрлерде содан кейін жарайды айта беріңіз мүмкін қазір сол сөзге қызық басталады қазір ібілістің премиясы деген атау қойдық енді премиясы үздік қызметкерлерге ма үздік қызметкерлерге таңертең бәрін жинайды да бүгін сендер бір іс жасауларың керек деп айтады кім ең дұрыс емес бір қитұрқы әрекеттерге барады мен соған өзім тәжім беремін дейтін бір премиясы бар екен бұған да бір патшалық орнатып берген енді алла тағала өзінің несімен өз алдына бөлек бұл да кәдімгідей иә тағы бар деп айтылады сүріп жүр ғой иә тағы бар еще жаңағы теңіздердің бірінде бір тағы бар суда деп айтылады енді бұл не үшін деп ойлап қалуы мүмкін да не үшін оған сондай бір мүмкіндіктер беріп қойды деп өйткені алла тағала мынандай нәрсе бар да уақытша мүмкіндіктер беріп қояды ниетіңе қарай сынақ ретінде беріп қояды мысалы сондай дұрыс емес пиғылдағы адамдарға кейіпкерлер адамдарға мүмкіндіктер беріп қояды кейін ол сол мүмкіндікті дұрыс қолданбайды ары қарай одан сайын төмендей береді оны азаптағанға да бір жақсы бір себеп бар да мысалы алдағы шығарылымдарды талқылайтын перғауындардың да нелерінің властьтарының үлкен болуы оның қолынан сол дінде истидрач деген сондай не атауы бар термин ғой бұл жаңағындай уақытша бір мүмкіндік беріп қою ақырындап ол өзгере береді дұрыс емес жаққа қарай бұл анау кейде ойлап қаламыз ғой дұрыс емес пиғылы бар адамдар мұсылман емес мысалы сондай адамдардың өзі байып кетеді ғой деген байып кетеді танымал болып кетеді ғой соның несі ғой жауаптардың бірі ғой берілген немесе сенің байып кетпей танымал болмай жатуыңның бір себебі саған алланың мейірімі болып тұруы да мүмкін иә өзгеріп кетуі мүмкін мысалы иә болып қалса әрине сосын жаңа премия деген көшек айтады таңертең солай жан жаққа кетіп қалады сосын кешке қарай әрқайсысы бір іс әрекеттерін айтады былай істедім деп сонда бір жерінде былай айтылады екен мен зина жасаттым адамға мен арақ ішкіздім деп оларды тоже мақтайды бірақ бір хадис бар ерекше ол жерде мына нәрсені мақтайды да осы секілді тағы да бірнеше түрлі әрекеттерді айтады жаңағы жындар бірақ онша емес деп отырады қабылдамай отырады бүйтіп редактор болып отырады бүйтіп келесі сөйтіп бір адам келеді да мен адам бір ерлі зайыптыларды ажырастырдым дейді бір шайтан келіп сөзде мынандай сөз айтады не деген кереметсің сен дейді аудармасы сондай не деген кереметсің сен дейді да соны әспеттеген екен бұл жерден біз түсінеміз что егер де дұрыс емес жолдармен то есть дұрыс емес пиғылдармен адамдар ажырасса ол
былайша айтқан кезде сөгуге лайықты. Былай қарап тұрсаңыз, жаңа айтылған, мысалы, біреу зина жасатып келдім дейді, біреу ставка тіккізіп келдім дейді, біреу ғайбат айтқызып келдім дейді, біреу бірдеңе айтқызып келдім. Ананың бәрі үлкен күнәларда ажырасу негізі үкімі бойынша күнә емес қой. Иә. Бірақ соны мақтап тұр, иә. Осыны мен естігенмін бір жерден. Іблістің ең күшті адамға істегісі келетін нәрселердің бірі оларды ажырату дейді бір-бірінен. Топ болса жеке қалдырып тастау, жалғыз, ол тек ер мен әйелге байланысты емес, жалпы адамдарды бір-бірінен ажырату ғой. Сонда сол бағаланып тұр ғой олардың арасында, иә. Бұл болашақты ойлап тұр ғой, ары қарай қалай болатын. Ажырасып, дұрыс емес жолмен ажырасса, ол явно ары қарай дұрыс емес әрекеттер болады. Зинақорлыққа да бара салады. Иә. Сөйтіп, ұрпақтары да дұрыс емес болып қалуы мүмкін да. Ұрпағы тіпті болмай қалуы да мүмкін содан кейін. Қазір сол мәселе енді кішкене тоқталып кетуге болатын сияқты бұл нәрсеге. Бұл кәдімгідей ең маңызды, өзекті мәселе ғой, иә. Бүгін мен Жалағаш ауданы дейтін не көріп қалдым ше. Жалағаш ауданына болу керек, қателеспесем. Төменге жаза кетіңіздер. Қателеспесем. Бір жылда ешкім ажыраспаған екен бүкіл ауданда, аудан бойынша. Сондай бір не тіркелген екен ше. Соны салып қойған Инстаграмға. Енді күшті қуанып қалатын нәрсе. Жетісу облысы, Жалағаш. Қызылорда. Қызылорда. Иә. Содан кейін негізі ол ондай бір қатты таңғаларлықтай дүние емес еді ғой. Бірақ қазіргі таңда даттабу ажырасу бізге таңғалатындай болып қалған ғой. Бір жыл бойы бүкіл ауданда 50 мың адам отыруы мүмкін, 80 мың адам тұруы мүмкін. Сол жерде ажыраспады деген кәдімгідей сондай нәрсенің өзі жаңалық ретінде шығып тұр да. Бұрындар ана болатын еді ғой. 2000 жылдар дейді, бір жігіт үйге келеді де, вау, у вас что есть Sega дейді да, таңғалады сосын. 2010 жылдар дейді, вау, у вас сіздерде жаңа компьютер бар ма не деп таңғалады сосын. 2025 дейді, келеді, вау, сендерде әке бар ма не? Сондай әзіл, әжуа ретінде салынған видеолар. Оның астарында да енді өте ажырасулар көп, бәрінің үйінде әке жоқ деген сияқты бір. Бірақ ана ажырасу темасын айтқан кезде, тақырыбын айтқан кезде біз кейде тым қатты оны не істеп жүреміз? Ажыраспау керек. Кейде себептер болады, ажырасуын міндет болып қалған кездерде болуы мүмкін да ол. Енді просто қазір қоғамдағы жайттарды естісең, ажырасу міндет болып жатқан себептер көрмейсің да кейбір сәттерде. Сонда да айтып өтейін деген ғой. Иә, әрине. Қатты бір табу сияқты болып қалғанда ешкім айтпау керек, оны қозғалмау керек деген сияқты. Кейде ол да андай үйлену секілді несі үкімі де өзгере салуы мүмкін ғой. Сен шынымен де ажырасып не істеу керек шығар. Өйткені кезінде салиқалы адамдар да ажырасқан ғой енді. Өйткені мәңгілік жарың сенің бірге болатын бір попыткадан болмауы да мүмкін ғой. Бірақ бұл андай неміз насихат емес, просто түсіндіріп өтейін деген ғой, осындай бар негізінде деп. Қатты бір жақты болып кетпейік деп. Дегенмен енді біреу ана жақта білістің алдында сені ажырастырып мақтанып отқаны да жаман да, ол сол көріп дұрыс емес жолмен ажырасқандар ғой. Ешқандай бір себепсіз болмашы нәрселермен ажырасып кететін. Барынша отбасын сақтайық деп айтып отырсыздар ғой. Иә, отбасыны бірінші очередь сақтап қалуға тырысу керек деп ойлаймын. Себебі ол біздің сол ата-анамыздан көрген нәрселеріміз сияқты. Менің ауылымда мен кішкентай кезімде ажырасты дейтін өте реткі, өте ол ұят, қатты намыс саналады. Қазір енді қарапайым нәрсе болып қалды ғой. Бір жағынан жаңағы енді кейбір сәттерде сіз айтқандай дұрыс та кезеңдер болады, бірақ көпшілікте уақытта болмашы нәрселер кейде бір сәл уақытша нәрселерге бола сондай болып кетіп жататын сияқты адамдар. Одан бөлек жаңа Бақ айтқан ойды мен толықтырғым келіп тұр. Жалпы адамдарды бір-бірінен бөлу, ажырастыру деген тек некеде ғана емес, жалпыламада негізі жақсы құбылыс емес қой. Жалғыздық Құдайға ғана жарасады деген сияқты, мысалы адамдар бір қайғы қасірет орын алған кезде жалғыз қалып қойса, мысалы ол өз-өзін жеп немесе бір уайымның артынан басқа да бір жағымсыз дұрыс емес істерге кетіп қалуы мүмкін деп ойлаймын мен. Сол себепті сосын бізде мысалы өзіміздің туысқандық қарым-қатынастарды алатын болсақ, сосын дос-жарандардың арасындағы қарым-қатынасты алатын болсақ, жалпы бөлектеу, бір адамды білмеймін шетке шығару, ол да дұрыс құпталған іс емес, және ол өзара жеке кетіп қалса да онымен араласпай қою да негізі құпталған іс емес. Өйткені сен
нақты досың жолдасың болса оның хал жағдайын сұрайсың, немесе туысқаның болса онымен араласып тұрасың, не болды деген сияқты ше. Әйтпесе оның да жаңағыдай баратын жолда енді бұл жақта жаңағы ібіліске келіп айтып тұрғандағысы, оны мақтағандағысы менің ойымша жаңағы алдағы уақыттағы перспективасын ойлап та істеп тұр ғой. Болашақты ойлап. Өйткені ол жаңағыдай бөлек кеткен кезде екеуі де явно жарайды, некеден қарастыратын болсақ та, екеуі де бір өте қуанышты күйде болмайтын хақ. Мысалы мына жерде екеуі де әртүрлі ойлар. Ажырасқаннан кейін қуандым дейтін адам жоқ қой. По-любому жоқ ол. Бәлкім енді бір іштей бәрібір іште ар жағында болады да ол. сыртқы кейіппен бір риза болғандай болғанмен. Сол себепті менің ойымша ұзақ перспективада жалпы адамдарды ажырастыру олар үшін қолайлы іс. Біз үшін өте дұрыс емес болып тұр ғой әрекет. Бая біздің батырларымыз да мысалы сондай бірікпеген кездерде жаулар көп несеген ғой. Ауызбіршілік кеткен кезде, ішінара бөлінген кезде көптеген жеңілістер сол уақыттарда болғанда. Фильмдардың бәрінде де, тарихи фильмдерде де бірі дейді. Көзінің астынан бір қарап қойса уже түсінесің. Мынау бірдеңе білдіреді. Еще жалғыз қалады ол. Жалғыз бір жерде, бұрышта, қараңғы жерлерде. Өзімен өзі отырып ойлайды. Өзімен өзі отырып ойланып. Ол ойда, значит, қасында біреу отыр ғой оның. Әрине. Экранда көрмейтін. Көрмейтін, ақылдасып отыруы да мүмкін. Сөйтіп Жаке? Енді жалпы мына ібілістің оқиғасы тек бұнымен шектелмейді. Кезі келген, то есть ақыр заманға дейінгі оқиғалардың барлығында бұның үлесі бар. Оқиғалардың барлығында. Келесі пайғамбарлардың тарихын айтамыз ғой. Сол жерлердің барлығында әйтеуір ібілістің бір бейнелері жүрді ішінде. Енді бұл жерде бір кішкене бір қызықты ерекшелерін айтып өтейін. Бұл жерде енді шайтандарына байланысты, өзіне емес шайтандарына байланысты. Ана ібіліс ол кейінгі үлкен нелерде келеді де өзі. Шайтандарына байланысты оқиғаны айта салайын. Абу Хурайра деген сахаба болған, алла разы болсын ол кісіге. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не істейді ғой? Пітір садақасын жинайды да, сол садақаны күзетуге Абу Хурайраны қойыпты бір күндердің бірінде. Сөйтіп енді былайша айтқанда ішінде көп заттар бар ғой, қымбат, бағалы заттар, соны күтіп қорғап тұрған. Түндердің бір түнінде бір кісі келген екен де, қарт кісі секілді болып, әлсіз жаңағы сияқты ғой. Әлсіз аянышты болып келіп. Жалпы сол ходы өтетін сөйтті ғой ол. Сөйтіп ұрлап бастапты уыстап алып ішіндегі нәрселерді. Не істеп тұрсың деп айтады Абу Хурайра. Сөйтіп, мен өте кедей адам едім, мен жетімдегі жатырмын, өте кедей адам едім, ұрпағыма бір нәрсе беруім керек шығар, өтініш жібере салшы мені бір рет дейді. Жарайды деп жібереді. Келесі күні таң атады ғой енді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұны білген екен, білдірілген екен осы нәрсе. Абу Хурайрадан сұрайды, ана кісі не болды дейді. Кешегі кісі не болды дейді. Біліп тұр ғой. Хотя ол жерде болмаған да ол кісі. Ол кісіден қалып қалады. Иә, сосын айтады. Осындай келді, сұрады, не істеймін дейді. Ол өтірікші дейді. Ертең тағы келеді, байқап отыр дейді. Бүгін тағы келеді, кешке байқа дейді. Сөйтіп кеш батады, уақыт келеді, ана кісі қайтадан тура сол әрекеттер істейді. Бұл кісі тура сол нәрселер негізі айтады, мен сені пайғамбарға алып барамын, сен ұрлық жасап жатырсың деп қорқытады. Бірақ ол айтады, жоқ, өтініш деп жаңағындай аяушылықпен, аянышты болып кетіп қалады тағы да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тағы да тура солай сұрайды. Не болды? Бүгін тағы келеді, өтірікші екен ол дейді. Үшінші рет келген кезде айтады. Сен ұялмайсың ба? Үшінші рет келіп отырсың ғой. Ұялсашы дейді. Сен точно ұстап ал, осы жылы алып барамын дейді пайғамбарға. Сосын мен ол кісіге алып бармай ақ қой. Мен саған осы жерде бір жақсы бір нәрсе үйрете салайын. Бір пайдалы нәрсе дейді. Қандай нәрсе деген кезде? Сен жатарында всегда әрқашан аятул курси дейтін не бар ғой, Бақарада аят бар ғой. Соны оқып жатшы дейді. Саған жындар тимейтін болады дейді. Ешқандай нәрсе зиян тигізбейтін болады дейді. Жарайды деп анау, как будто соны бір жауып жүрген секілді, как будто ақша берген секілді, рухани нәрсе айтып жауып жүрген секілді. Сөйтіп кетіп қалады. Пара беріп тұр да сонда, өзінің деңгейінде. Білімдік пара беріп тұр ғой. Сосын келесі уақыт өтеді, таң атады, пайғамбар сұрайды тағы да. Сосын ол кісі жаңа баяндап береді. Сосын ол негізі өтірікші дейді, бірақ осы жолы шын айтыпты дейді. Сол шын айтыпты, аятул курсиді шынымен оқысаң, саған ешқандай зиян тимейді түнде. Сөйтіп, осы 3 күн бойы саған келіп жүрген кім екенін білесің бе? Кім? Ол шайтан дейді. Осындай күшті не бар. Бұл жерден бір түйе салатын нәрсе, түйе салатын қызық.
кейде адамдар өзінің істемейтін нәрсесін айтып бір насихат айтуы мүмкін да. Егер ол пайдалы болса, оны аламыз дейміз біз. Біз айтпаймыз, сен істеген жоқсың ғой, сен практика жоқ қой, осыны не үшін айтып жатырсың деген. Пайдалы ма, біз ала береміз. Сондай күшті темір. Даже ол не болса да, жындардың патшасы болса да. Бірақ ол жерде жындардың патшасы болып тұрған жоқ. Жындардың әскерінің бір шайтаны болып тұр. Просто бір шайтан. Бірақ сұмдық екен ол келісуде, иә. Мынау киім қаншадан? 8 мың. Мен бір ақыл айтып жіберсем деп сөйтіп шеше алатын болсақ, иә. Өтемі ғой енді былайша айтқанда ол үшін. Сондай бір қызықты оқиға бар. Келесі. Барсиса дейтін оқиға бар. Өте қызық оқиға негізі. Қалай? Барсиса деп естімеп пе? Барсиса қиссасы дейтін де естігемін. Барсиса бұл шығу сөзі парсылардан келген дейді. Барсиса. Ерекшелігі бұл кісі өте мықты кісі. Адам аты бұл. Өте мықты кісі болған дейді. Қазір оқып берейін, өлеңмен жазғанда. Бірінші кімді сипаттайды? Әзәзіл жаңағы. Ібілісті сипаттайды. Жаңағы Жүсіпбек Шайхисламұлы және Шәді Жәңгірұлы деген екеуі осы қистан жазған дейді. Соның бір жерінде бүйтіп айтады. Ғазезіл бұрын еді молла ғалым дейді. Үйреткен періштеге тағылымларын дейді. Бағана айтып өткенде айтып отыр. Үйретті періштеге деп. Адамға сәжде қылмай тұрып қалды, мойнына тоқ лағнатын Алла салды дейді. Алла тағала лағнет етті деген сөз ғой. Бірінші осы ібілістен бастайды, яғни осы шығармада ібілістің несі бар. Бір суретте болады, иә? Суретте болады. Сосын бүйтеді, жаңағы лағнет етілгеннен кейін ібіліс барып былай сұрады дейді Алла тағаладан. Маған 3 нәрсе, 3 өтінішім бар, соны орындасаң болды деп айтады. Біріншісі, мені ешкімге көрсетпей қойшы дейді. Яғни мен қандай бір бейнеде келсем де, жоқ, мені танымай қойсын дейді. Танымайсын ешкім. То есть өзінің бейнесінен оны ешкім тани алмайды. Сол үшін біз айтамыз, шайтанды өзінің жаратылысына көрген адам жоқ деп айтамыз да біз. Сондай бір жері бар. Сосын екіншісі нені айтады? Қандай да бір әрекет жасаса, мен оны азғырсам, менен деп ойланмасыншы дейді. Өзім ойым шығарым деп ойлайсың. Сосын біріншісін алдырып кеттім. Негізі біріншісі мынаны айтқан. Уақытымды ұзартшы дейді, яғни көп өмір сүрейінші дейді. Шынымен де ақыр заманға дейін жүретін персонаж ғой. Сонда 3 нәрсе айтқан екен. Енді келесі неге кетеміз? Главный персонаждың сипаттамасын өтеміз. Барсиса дейтін кісі. Былай сипаттаған екен. Дүниені ілмес еді зәре көзге дейді. Жасынан әдет қылып жақсы сөзге. 70 жыл тынбай тағат қылып еді, басқаға мойын бұрмай хақтан өзге дейді. Енді 70 жыл бойы ғибадат еткен. Тек құлшылықпен. Тек құлшылықпен. Оны халық та біледі екен, құлшылық ететін. То есть оның мазасын алмайды. Өзінің бір жері бар, хужра деп айтады, енді өзінің бір үйі бар, тек қана ғибадат ететін. Ғибадатханасынан соған барып ете берді. Халық та оны мазаламайды да. Сөйтіп күндердің бір күнінде жаңағындай премияның несі болып отыр, ібіліс тағы да жинап алады. Мынаны азғыруымыз керек. Итоги года. Азғыруымыз керек дейді. Сосын что-то басқа шайтандар үндемей қалды. 3 рет айтады. Сол кезде барып Абиз дейтін бір шайтан шықты дейді. Мен қолыма алайын осыны. Маған беріңіз. Осы проектті маған беріңіз дейді. Жарайды дейді, береді осыны. Қиын жоба ғой, бұл, ол үшін оңай болып тұр. Сөйтіп ол тағы да қатты аяныштырмайды бұл жолы. Бұл жолы басқадай ход жасайды. Қандай ход қой? Ғибадат жасайтын адам секілді киініп алады да, барады сол кісінің жанына. Ол кісі 10 күнде бір-ақ рет шығады екен. Барсиса дейтін кісі. То есть 9 күн бойы неде жүреді да, бір күні сыртқа шығып тұрады. Сол кезде келген ғой ол. То есть сол кезде көрген, жаңағы сыртта бір ата тұрған, ата кейпіне келген үшін. Сөйтіп айтады, мен сені 10 күн бойы күттім ғой, сыртта күттім. Мен де құлшылық жасайтын адам едім. Давайте сенімен бірге ішке кіріп құлшылық жасаймыз дейді. Негізі көп адамды қабылдай бермейді да. Бірақ бұл кісі мынандай қылып алдайды да. Мен осы 10 күн бойы мен сыртта құлшылық еттім дейді. Сені күтіп. Бір рет келіп кетіп қалған жоқпын дейді, басқа адамдар секілді. Жарайды деп ішіне кіргізіп алады. Бұл жерде де сипатталу керек қазір. Міне, бүйтеді. Жаңа Абиз деген шайтанның несін айтып отыр. Абиз һәм оқыр еді, намаз тынбай дейді. Басқаға хақ зікірінен мойын бұрмай. Барсиса әзет қылып сыйлар еді, артықша ғибадатын көріп мұндай дейді. То есть Барсисаның өзі оны мойындап кеткен ғой. Жоғарырақ жасаған одан қарағанда. Сөйтіп, ана кісі мысалы 10 күнде бір рет шықса, бұл 40 күнде бір рет шығады екен. То есть 40 күн бойы тынбай құлшылық жасайды. 10 күнде бір рет аузын ашады дейді.
то есть 10 күн бойы ораза Ораза. ұстайды. Ана күнмен Мгм. түнде де ашпайды, кешке де Сындырып ашпайды жатыр ғой, да. иә. Сондай бір дәрежелерге жетіп кеткен. Сосын мынандай, енді 1 жыл болады екен екеуі жүргенде. Сосын жаңағы біз айтады, мен кете берейін дейді. Кете берейін. Мен саған бірақ 3 нәрсені үйретіп кетейін. Анау как будто ұстаз секілді қарап отыр да. Ой, Барсиса жаңағы абизді. Мен саған 3 нәрсе үйретіп кетейін, 3-тіға. Сол 3-тіғаны айтып жүр. Сол арқылы сен жын тиіп кеткен адамдарды емдейсің дейді. Жын тиіп кеткен адамдарды емдейсің дейді. Сөйтіп ол басын айтты, мен адамдарды емдемеймін, мен адамдармен араласпай қоймын, мен құлшылығымды жасап жүре берейін дейді. Әйтпесе адамдар күнде келіп қалады маған. Сөйтіп ол айтады, жоқ, жасаймыз, үйретем. Бұл үйретпейді, әшейін үйрене салшы дейді, кетіп қалады. Үйретеді шынымен де. Сөйтіп кетіп бара жатқан кезде біз көрінбейді ғой жындар енді. Көрінбей бір қызға барып тиген екен, бір адамға барып жын тиген ғой. Ауыр қылып саған да, кесел тиген. Сөйтіп кейінірек кесел тигеннен кейін как будто жаңа абиз сияқты қайтадан келеді да, емдемекші болады. Халқы жұрты жүр ғой адамдар, таныстар. Сіздер сөйлемейсіздер, айта берейін ба? Айтамыз, қызық болып бітті ғой қазір. Ортасын бөлген қиын болып тұр ғой. Соңына қарай көрейік. Тұжырымдасын айтпай берсін. Сосын бүйтіп как будто уже кеңес беруші адам секілді келеді жаңа абиз. Онда мен көрейін да, мен қазір дем салып көрейін дейді да. Көреді, дем сала алмайды. Сосын айтады, енді өтір сала алмай тұрған да. 1 минут мен жіберіп алдым, үзіп алдым. Жаңағы не абиздің кейпінде келіп тұр. Екінші рет па? Жоқ, жалпы жаңағы біздің шайтан. Иә. Сол абиздің кейпіне келіп тұр. Келіп тұр, иә. Сөйтіп ұстаз болып кетті анаған. Тақуалығы одан мықтырақ болып. Сосын соңында кетіп бара жатқан кезде үйретіп кетті. Иә. Сөйтті де кетіп бара жатқан кезде бір қызға тиді. Сосын осы жерден кейін қайтадан ана абиз сияқты болып келді. Бұл тиген кезде енді көрінбей тиеді ғой жындар. Енді ана как будто екінші ролімен кірді да, абиз ретінде. Келеді де жаңағы дем салып көреді. Типа сала алмайды. Енді өзі тиіп тұр ғой, былайша ауыр болып қалады. Сосын айтады, мына жерде Барсиса дейтін жігіт бар, может, соған апарайық дейді. Сол, скорее всего, емдейді. Апарыңдар деген өзі бармайды. Білдіртпей керек қой өзі. Сөйтіп олар айтады, халық айтады, бірақ мен оны білеміз, Барсисаны, ол ондай адам емес дейді. Тек қана құлшылық жасайтын адам ғой дейді. Не үшін оған апарамыз? Жоқ, осы жыл өзгерген секілді барыңдар дейді. Апарады. Ана әшейін ху дей салған кезде жазылып кеткен ғой емделіп. Халықтың арасында легенда тарайды уже. Сосын бұл кісі дегенде жаңағы абиз тоқтап қалмайды. Патшаның қызына барып жын тиеді, жаңағындай. Жын тигеннен кейін тағы да Барсисаға жібереді. Сөйтіп былай айтқан екен, патша да біледі екен тіпті Барсисаны. Мен танимыз оны, не істемейді өйтіп деп. Сол кезде айтқан, жоқ, сен былай істеші деп. Барасында ешқандай одан сөз естімейсің, яғни құлағыңа түрме еш нәрсені, барды үй соғып таста жанына деген ғой. Үй соғып тастады, сол үйдің ішіне қызыңды кіргіз, болды. Сенен ғана үмітіміз арасына барып емдеп тұршы деп айтты, кетіп қал дейді. Тыңдама дейді ана. Шынымен де анау еркінен тыс соғып тастаған, кірсе жынданған қыз жатыр, аяп кетеді, барады да бір рет емдейді, нормально болып қалады, кетсе қайтадан жынданып қалады. Басында арасында ғана барып жүрген. Күнде? Жоқ, арасында ғана барып жүрген, сосын барып күнде барып бастайды. Уже андай қызығып, анау енді емдегеннен кейін жақсы болып кетеді ана қыз. Сөйтіп сонымен жақын араласып бастайды. Күліп, прикол ұстап деген секілді. Флирттік әрекеттерге барып сөйтіп істейді екен. Сосын жаңағы кім? Барсисаның құлағына жаңа шайтан мынандай бір ой салады ғой. Уже болды ғой, не істей берсеңдер, жақындаса берсеңдер деп. Айтпақшы, ең басынан мынандай болған. Жынданған адамдарды егер көрсеңіздер, байқасаңыздар, үстіндегілер нәрселерін шешкісі келіп сөйтіп тұрады. Анау қыз ғой, жас қыз келген кезде үстіңгі киімдерін шешіп тастап жүрген екен де басында. Ана жігіт басында бүйтіп көрмей жүрген, сосын үйреніп кеткен ғой, қайта-қайта көріп. Сол да әсер еткен ғой енді. Сөйтіп, мына жері бар қазір. Бір қызық айтқан. Міне. Кульминацияға келе жатырық па? Осылайша ойнап жүрді біраз заман дейді. Екеуі ойнап жүрді. Бұл істі білмесе де ешбір адам. Құдайдың құдіретімен патша қызы бір күні буаз болды Барсисадан дейді. Көтеріп қойды дейді. Сосын енді кім? Бұны білгеннен кейін шайтан оған мынандай ой салады. Сен 2 қабат болды, саған 2 қабат қыл деп берген жоқ қой, емдеп бер деп берді ғой дейді. Не істедің енді? Патша бір қой сені өлтіреді дейді. Халық та сені масқаралайды дейді. Өйткені ол халықтың арасында репутациясы мықты ғой енді, рухани адам ретінде.
жұрттың сөзі дейтін менде жұрттың сөзі дегенде бар, қайтадан өліммен де қорқытып тұр, екі нәрсемен де қорқытып тұр. Айтады, лучше мына қызды өлтіріп көме салып бір жерге дейді. Сонда ой салады, шынымен де ешкім білмей қалады деп ойлайды да, барып өлтіріп қояды жердің астына. Енді бұл шайтан құртырмайды ғой, ана патшаға барады ғой, тоже ой салады оған. Түсіне кірген екен де, түсінде көрсеткен екен, қызы как будто өлі қалған секілді, ана жаңағы кім емдемей. Сөйтіп сенбей жүрді, жай шайтани бір түс шығар деп. Шын айтып тұр ғой, по идее, шайтани түс қой. Бірақ былай қарап тұрсақ, шын нәрсені айтып тұр ғой, көрсетіп тұр. Сөйтіп оның 3 ағасы болған екен жаңағы қыздың. То есть патшаның 3 ұлы. Соларға да кезек-кезекпен кіріп айтып шыққан екен да. Сөйтіп бұл патша айтады, жарайды жігіттер, балалар бір тексеріп қайтыңдаршы барған. Еще былай айтқан, ерекшелігі, то есть қай нәрсеге қарап сен білесің, что ол шынымен де сенің қызың өліп қалған деген. Қызыңның бір киімін сәл шығарып қойған екен шайтан өзі барып бір кездері. Топырақтан сәл шығарып қойған екен. Соны барып көреді, қарайды, ашып, шынымен де қызы өліп жатыр. То есть қарындастары олардың. Соны Баристан алып алады да, өзіне патшалыққа барады. Патша оған жаман сөздер айтады, не істеп жүрсің деп. Ол күнәсін мойындайды, мен дұрыс емес дедім, қателестім деп. Енді дарға асайын деп жатқан кезде дейді, міне, ол жағында шарықтау шегіне келді. Енді дарға асайын деп жатқан кезде финалға жақын болды. Абиз деген жаңағы шайтан бар ғой, сол келіп көрінді дейді ғой, бүйтіп. Көрініп, екеуі ғана қалған ғой енді, бір сөйлейтін кезде. Сөйтіп сұрасың, не болды, мен сен үшін келіп қалдым, бір нәрсе болды ма саған деп. Сол кісі айтқан екен Барсиса, осындай нәрселер болды, мен қателік жасап қойдым, менің қызым мені өлтіреді деген ғой. Мен соны білгендей келіппін ғой дейді, мен саған бір әрекетім бар, көмегім бар деген ғой, мен тыңдашы деген. Не істейін деген, сен лучше маған сәжде ете салсашы деген. Өзінің де мықты екенін білдіріп тұр ғой енді. Маған сәжде ете сал, құрмет көрсетіп сәжде ете сал, и Алладан қайттым деп айта сал деген. Соны тұрып қалады, ондай емес едің ғой, не үшін айтып отырсың деп. Бұл сондай тактика, короче, давай істе, сен шынымен де алып шыға ме. Кейінірек тәубе ете саласың ғой дейтін жері бар, қызық. Бір-ақ рет сәжде жасайсың, бір-ақ секунд қой. Тұрғаннан кейін сәжде ете саласың, тәубе ете саласың дейді. Сөйтіп барып айтады тура осыны. Ана кісінің шынымен сен қылады, өйткені ода ілім жоқ та, тек руханият қана бар. Құлшылық ете берген, ілімі жоқ діни. Сөйтіп ана кісі не істейді? Сәжде етеді. Алладан қайттым деп айтады. Сол кезде мен шайтан едім ғой дейді, несін білдіріп қойды. Енді сен өлсең өле берді, сол кезде дарға асатын несің орын алады. Соңында в общем 7 жыл құлшылық еткені де мен бұл жерде жаңағыдай сұрақпен келе жатқам ше, ол енді құлшылық жасады, қанша уақытын арнады, сонда солайынан кіріп кетіп тұр ғой деп ше, былайша айтқанда қиын сынақпен кіріп кетіп тұр ғой деп. Бірақ жаңа сіз жауабын беріп кеттіңіз енді оның. Тек құлшылық жасай бермей, не қалай құлшылық істеп жатсың, кімге құлшылық істеп жатсың, негізгі білімің болу керек қой, иә. Қанша уақыт болып қойды? Білмедім. Бір сағат болып қалды. Нормально екен ғой, мен что-то ұзақ отқан сияқтымыз. Сіз что-то кетіп бара жатсыз? Жоқ, мен көзіңіз бүйтіп отырды. Не ғой? Мен еще қалдырып кеттім біраз жеріне дейін. Айта беріңіз, қызық болып отыр. Нормально ма, айта берейік па? Негізі әлі біраз бар ма? Или қалай? Қатты көп емес, аз ғана Волан-де-Морт айтайын деп жатқан ғой енді кішкене. Иә. Қызық. Жүріп жатыр ғой, иә? Андай бар. Ібілістің ең главный антагонист қой енді тарихтағы. Содан шығарады ғой көбісі. И көп киноларда, көп шығармаларда сюжеттер ұқсайды. Мен бір қарап көрдім. Волан-де-Морт және Гарри Поттерде сол екеуінің ұқсастықтары бар екен. Иә. Сіз көргенсіз бе? Иә. Көп адам. Сіз көрмедіңіз бе? Оқымадыңыз. Түсіңіз. Сол кезде Волан-де-Морттың ерекшелігі ұқсастығы, то есть жыланмен тілдесе алады ғой. Жыланмен қатысы бар да. Сондай бір жері бар. Қызық. Мен ол персонажды жалпы білім түрін, примерно антагонист екенін, түріне де қатысты. Сюжетін білмеймін. Сюжетінде ғой, негізінде ол жас кезінде, бала кезінде өте әдемі болған, өте сымбатты болған, және өте озат болған да. Тура. Бірақ ол мәңгілік нені іздеу үшін, мәңгілік өмірді іздеу үшін әртүрлі жаңағы дәрілерді ішіп, дұрыс емес ритуалдар жасап, түрін сондай тағырбас гуманоид қылып тастайды өзінің түрін. Сондайға дейін айналып кетеді да. Ол
негізі әдемі болған ғой түрі. Тура ібіліс те сондай. Ібілістің түрінде енді негізі айтамыз біз көрмеген деп. Бірақ бір дерек бар екен. Бір пайғамбарлардың бірі көрген екен, сұраған екен, шынайы түріңді көрсетші деген кезде. Соны сипаттап береді. Беті маймылдікі секілді, денесі жаңағы шошқанікі секілді, әртүрлі бір пілдің құлағы деген сияқты бар ма? Бар шығар, мен оны оқыған жоқпын, піл деген жерін көрмедім. Сондай әртүрлі нелер, тісі дейді, не дейді. Біздікі секілді бөлек-бөлек тістер емес, бір общий сүйек дейді. Сондай бір нелер айтады. Сосын мынандай жері бар. Капа сияқты ғой, анау несе қолшы? Болмаса бізді ғана ала беріңдер осы жерлерінде. Арасында тоқтап қалып сөйтіп тұрды бағанадан бері, бірақ мынандай болған жоқ, короче, просто ана фото тоқтап қалып тұрды. Қайта жанды. Сосын еще ол жерде өтіп аласың. Ол жерде тағы қызық жері, әкенің образында, әке емес енді жалпы Дамблдордың несі бар ғой, тоже әсері. Ол Дамблдордан жаңағындай бір мейірім көрмей, мейірім көреді, бірақ енді әділетсіздік болған секілді болып, теріс айналады деген сияқты. Мынандай жері бар екен жаңағы Дамблдорға байланысты. Ол жаңағы кішкентайынан бастап келді ғой енді. Хогвартста бәрі жақсы көреді дейді, ұстаздардың барлығы, бірақ Дамблдор ғана өзі не істеген дейді, сәл біліп жүрген дейді, ішіне бір нәрсе дұрыс емес секілді. Ана не секілді ғой, періштелерді ібілістің ішкі ойын білген жоқ қой, тек Алла тағала білді ғой, кішкенен түсінде үшін ұқсатқан ғой енді. Жоқ, өте қатты ұқсайды екен, негізі айтып отқаным бар анда. Сосын оны кім? Волан-де-Морт Гарри Поттердің санасына кіре алады да, былайша уәсуәса жасайтын сияқты, азғыра алады, сыбырлай алады, сыбырлай алады. Сосын мынандай жері бар. Ол басқа қиссаларға келеді. Мұса пайғамбардың қиссасына келеді. Волан-де-Морт кімді өлтірудің себептерінің бірі де не екен ғой? Гарри Поттерді кішкентай кезінде. Осы күні туылатын, дүниеге келетін бала сенің кейін құртады деген. Сол үшін барып өлтірмекші болған екен. Жаңағы кімді? Гарри Поттерді. Перғауын жаңағы мотивация ретінде айта салайын. Негізі келмейді да бұл жерде. Тренировка жасап жүрміз деп басқа. Авторын айтайын деймін, Джон Роулинг деген кісі. 12 баспаға ұсынған дейді өзінің кітабын. Негізі жазу тарихы да қиын негізі. Әйел кісі. Сол үшін атауын толық жазбаған дейді да. JK деп жазған дейді. Жоған десе қыз екен болып қойып, адамдар амал мүмкін. 12 баспаға ұсынған кезде 12-де қабылдамай, соңында біреу қабылдап. То есть өте қиын бола ма шығару. Ең көп ақша жинаған кітап қой, иә? Сонда енді шайтанның арбауын бір арбауын айтып жіберейін, ой түйетін. Өзгемен салыстыру дейтін не ғой? Үлкен бір арбау түрі ғой, дұрыс емес. Шайтан мысалы өз-өзін адаммен салыстырды да, сөйтіп шалыспасты дейді. Кім мысалы Юсуф дейтін пайғамбар бар, оның бауырлары болған. Ол да сол бауырлары Юсуфпен салыстырғанда өз-өзін тоже шалыспасты дейді. Сол секілді сен өзіңді басқалармен салыстырмай қой, өзіңе қара дейтін тұжырым бұл жерде. Мен бұл шығарылымда үшін Әбілқайыр ұстаз туралы вообще айтпауым керек. Мен ол кісінің табыс сөзін Әбілқайыр ұстаз бар, Әбілқайыр Мадиұлы деген. Сол кісінің нелер күшті, өте білікті маман, ұстаз. Әсіресе білмеймін, қазіргі жастарға ыңғайлырақ, түсініктірек тілде жеткізетін сияқты. Әсіресе солардың проблемаларын көбірек айтады. Нақты қазір сенің басыңда болуы мүмкін проблемаларды айтып жатады да. Сол кісіден алған бір инсайт болды. Шайтанның ең үлкен қаруларының бірі дейді да. Не дейді? Ол бір күнәні көп істетеді дейді. Ол әр күнәні істете бермейді саған дейді да. Бір күнәні істете береді. Сол арқылы сен до того андай ой келеді миыңа. Мен мына күнәні ешқашан қоямаймын деген. Кез келген, білмеймін, адамда сондай болу мүмкін, сондай бір күнәсі. Ай, мен басқа күнәларды қойсам да, мынау енді қиын болып тұр. Ай, мен өсекті, білмеймін, енді қоямайтын сияқтымын өсекті. Өтірікті точно қоямаймын, по-любому бір айтып қоямын. Или тағы бір өзінің жеке бір күнәсі болуы мүмкін. Сонымен арбайды дейді. Адам по идее по-любому қоясың. Я қайтыс болып қоясың, или просто тәубе етіп қоясың, короче. По-любому қоясың. И жалпы қоя да аласың. Кезінде бандит болған ағаларымыз, үлкейген кезінде сабырлы кісі болып қалған, немесе кезінде қатты ішкен ағаларымыз,
кейін тақуа болып кеткенін көрген көзіміз көп қой, ондай мысалдарды көргеніміз. Дәл сол сияқты сол моментінде ол бір бітпейтін күнә сияқты көрінеді ғой. Мынаны қоя алмайтын сияқты, сол әлсіздігіміз сияқты. Шайтан сол жақтан ұрады дейді да. Именно бір күнәдан ше. Әртүрлі күнә істеткізбейді саған дейді да. Фокус бір жерде. Сөйтеді да сені үмітсіздікке апарады. Бағанағы бірінші шайтанның атынан дейді. Сәбір бет. Сәбір. Сол ғой, істеп жүргенше бәрі. Сол үмітсіздікке апарады. Өте жақсы не екен, ой екен. Шынымен үмітсіз болып қаласың ғой. Сол нәрсе ғой, құртатын адам. Сосын мен ананы естідім, естігенде оқыдым ба әлде. Естіген шығармын деп ше. Оқысам жақсырақ есімде қалатын еді, қазір еміс тұр. Жаңағы уәделесетін сәті бар еді ғой. Ібілістің. Мен адамды жаңағындай адам жаратылсын ақыр заманға дейін, ақыр заманға дейін алдынан артынан оңнан солынан келіп өзімнің өзімнің патшалығын алып кетемін деген сияқты бір уәдесі, тозаққа алып кетемін деген сияқты бір уәдесі бар емес пе, айтылған сөзі. Соның бір несін айтқым келген ғой, жаңағы алдынан артынан оңнан солынан деген түсіндірмесін өзіме тоже сен сияқты инсайт болды да. Мысалы, алдынан дегеніміз бәлкім енді бұл да бір танымал емес пікірлердің бірі болуы мүмкін. Алдынан дегені ол болашақпен қорқытуы мүмкін. Әртүрлі енді болашақ бізге белгісіз болғаннан кейін ол жақта позитивті ойларымыз да болуы мүмкін және негативті де ойларымыз болуы мүмкін. Біздің 90% уайымдарымыз ешқашан болмайтын істер. Бәлкім, сондай нәрселерде уайымда бар. Қазір мынау не болып қалса, мынандай болып қалса, кірмей қалса, мынау бүйте қалса. Құлақ қалсам, шалыс қалсам, бүйтсем, позор болып қалсам. Ана жерден қазір аю шыға келсе, потолок қона жерден ит шыға келсе, короче, вообще болмайтын нәрселер ойлайсың ғой кейде шынымен. Сол болашақпен деген сияқты бір ойды айтады. Ал артынан деген енді өткенімен. Өткеннің кезінде бір мынаны істеуім керек еді, мына кезде бүйтуім керек еді, немесе мына осы кезде бір бит тастайтын да біреу болмапты да деген сияқты бір неше түрлі адамның бұрынғы істеріне өкінген сәттер болды, бір сол бұрынғысымен нетуі дейді. Абай емес, басқа бір дамашқа ойнап жүру керек деген сияқты ойлар ғой. Сол сияқты. Сосын оңнан, солдан деген ол енді жаман істерді істеген сәтте. Бәлкім, мысалы, біз бір байқамай бір күнә істеп қоямыз, немесе біреудің көңілін қалдырып қоямыз, әділетсіздік істеп қоямыз. Сол кезде болды ау мен. Осымен кеттім ау деген сияқты уайымдармен оның түбіне бәрібір жаңағыдай ол әрекет, ол ойлар сені бәрібір жақсы жаққа апармайды. Сондай ойлармен тағы да сені арбайды деген сияқты. Ал оң жағынан деген ол жақсы істермен. Мен жыртып жібердім негізінде. Бағана ғой. Бәрін бейт жан жаққа әбілісін естеп сат да. Шешіп сат қой. Шешу үшін жүрміз ғой. Ол жерде енді мысалы, менің ойымша енді жаңағы сіз айтқан кісінің де мысалы келеді ол жерге. Жаңағыдай тақуа болып та соған кішкене мен негізі сәл ұрып тастаған сияқты, нормально, руханиятым нормально сияқты, менің намазым бар Құдайға шүкір деген сияқты ше. Оразаны ұрып келе жатырмыз жылда. Альхамдулилля. Деген сөздер қосылып. Жалпы сен өзіңнің жақсы істеріңе де бір тәкаппарлық қосылу арқылы сен жақсы істеріңді де бір жойып жіберуі мүмкін деп айтқым келеді. Сол сияқты мысалы получается біздің алдымыздан да, артымыздан да, оңымыздан да, солымыздан да келеді деген осы дейді. Сол себепті біз жаман іс істесек, мысалы, оған тәубе етуге келуіміз керек, немесе жақсы іс істесек, оған қатты бір масаттанып, немесе тәкаппарланбай, одан да бір орта жолын табуға тырысатындай болуымыз керек. Енді алдағы болатын дүниемізге де біз қатты уайымдамай, негативті ойларға қарағанда позитивті ойларды көбірек ойлап, сол жаққа акцент қойып, ал өткенімізге өкінбей өмір сүруіміз тиіс болып тұр осында. Иә, бұл да жақсы екен. Бірақ ол тікелей мағынада болуы да мүмкін деп ойлаймын. Бәлкім. Алдыңнан, артыңнан, жан жақтан бүйтіп азғыруы да мүмкін ғой. Жақсы айтылған екен. Деген ой. Естіген мен де тоже. Оқыған есімде жоқ. Бұл жерден түйетін нәрселер көп қой негізі. Соған бір түйетін жері мынандай бір ерекше көп айтыла бермеген. Адам кім жаңа ібіліс мынандай ғой, алла тағаланың есімін айтып алдады ғой. Сөйтіп кейде біздің түсімізге де былай кіру мүмкін да, жаңа шайтанша.
мен сенің атаңмын, алла тағала атымен ант етемін, сен мықты бір емші болу керексің деп. Дұрыс емес жол, ана колдунство ғой негізі. Сиқыршы соған апаруы мүмкін да. Сол үшін алла тағаланың есімі бар. То есть есімін айтатын кез келген адамға сене бермеу де керек. Иә, олай да өтірік айтатын жандар өте көп қой. Уаллахи деп теріс қолдана беретін адамдар болады ғой, кез келген нәрсесін. Осы тұста мен есіме түспей тұр. Еміс есімде. Абай атамыздың бір өлеңінде, мен осы ғылым таппай мақтанбам екен, қазір ашып көріп нетейін. Сол жерде бір өлең жолдары бар еді да, осы сіздер айтып отқан әңгімеге сай келеді. Тұздық. Тұздық, иә. Қазір мен тексере салайын, уақытымыз ақыры бар ғой. Так. Сірә. Ашылса екен енді, тезірек. 11-де 12 оқып тұр. Кетеді, уайымдамаңыз. Энергиям кетіп бара тұр. Хамекеңдікі болса, Ау. Хамекеңдікі осындай мен мадайлы шады ол кісінің шынымен ше. Ол кітапты оқып келеді, ана құрту алмайын деп келатады да. Біз мағазасынан береміз ғой сол кезде. Жоқ, осы бастап. Мынандай өлең шумақтарын оқи салайын. Мына жерде бүйтіп жазған. Білгендердің сөзіне махаббатпен ерсеңіз дейді. Ақыл сенбей, сенбеңіз. Бір іске кез келсеңіз. Ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты, ақылменен жеңсеңіз. Деген бір шумақтар бар ғой. Енді осының жаңағы түсіндірмесін оқып едім. Ажағы бар ғой как раз. Иә. Кісіге қарап, надандарға қарап кісіні ал, кісіге қарап сөз алма дейді. Иә. Ол өте кәдімгі, өте сұмдық сөз ғой. Мысалы, біздің арамызда, білмеймін, бір белгілі бір тұлғаны алып ше, осы кісі айтқан даже деп, ол емес қой, мәселе сөзде ғой, оны кім айтқанында емес ше. Сол себепті біз адам, мен де соны айтқым келген ғой, жаңағы адамның кейде біз өзінің тұлғалық сипатына көбірек бой алдырып, соған айтса дұрыс екен деп. Дұрыс екен, мына кісі бүйтіп айтты, немесе мына кісі мынандайды үйретті, мынандайға үгіттеп жатыр деген сияқты оймен кейде көп жағдайда біз ақылымызбен емес, бір көңіл қалауымыз немесе махаббатымыз ба, бәлкім сондай дүниелер арқылы эмоциямен көбірек сол кісіге еріп кетуіміз мүмкін да. Бұл жердегі енді айтып тұрған жаңағындай, сен айтқандай, айтшы, күшті айтасың, сен айтасың. Кісіге қарап сөз алма, сөзіне қарап кісі ал. Иә, енді ол жерде адамның, ол бәлкім бізден, білмеймін, аз өмір жасаған жас жігіт те болуы мүмкін, немесе тәжірибесі біз сияқты болмауы да мүмкін. Енді әртүрлі адамдармен араласамыз ғой, сол себепті біз оларды менсінбей емес, олардың сөзіне қарап, міне мынау жас болса да мықты айтып отыр екен деп, соның сөзін алуымыз керек. Немесе жаңағыдай мықты кісі айтса да, мынау что-то дұрыс айтпады ау деп, фильтр болу керек қой. Күмәнмен де қарауымызға құқығымыз бар. Абай Чина үшеуміздің айтқымыз келгені осы ғой. Соны жеткізе алмай жүріп қой. Жеткізе алмай жүрміз, Өте күшті не екен мынау. Жаңағы тұздық болды. Таза тұздық болды. Бұдан кейін айтасың мысалы. Абаймен біту керек қой. Жаңағы неде сондай екен, жаңағы Әбілқайыр ұстаздың айтатыны бар, нәпсінің деңгейлерін талдайды да. Енді ол әртүрлі нелер бар, талдаулар бар ғалымдардың. Біреулер 3-ке, біреулер 5-ке, біреулер 7, біреулер 9 деген сияқты. 7 түрлі сандар кездеседі. Ол кісі 7-ге бөліп көрсетті. Көрсетіп болғанда, енді ғалымдардың пікіріне сүйеніп айтады. Соның ішіндегі 7-ші ең биік дәрежесі нәпсінің әулиелік деңгейде айтады да, камелиялық дейді. Кемелдік, яғни айтқанда. Сондай. Сол кездегі сынақтардың бірі сол ғой, жаңа сіз айтқан. Походу мен кетіп қалдым. Мықты болып кеттім мен походу дейсіз ғой. Мен де кетіп қалуым мүмкін дейді да, именно сол моментте ше, ең соңғы енді ана ең қиын нелердің бірі ғой. Ол вот қиын сынақ ау кәдімгідей. Өзіңе масаттанып қалу деген нәрсе. Одан кейін менде бір сұрақ болатын. Кішкентайымнан почему-то ойымда жүретін. Мысалы, шайтан біз қазір ғұмыр кешіп жатыр ғой бізбен бірге. Енді ол келіп аяқ астынан тәубе етсе. Болды, мен жаздым, жаңылдым, қателесіппін, кешір десе. Алла тағала мейірімді. Кешір жібере ма, кешірмей ма деген ой болды. Осы тұрғыда Құран аяттармен жауап бере саласыз ғой.
мүмкін емес деп, өйткені алдын ала алла тағала бізге жеткізіп қойған, оның соңғы ойы қандай екенін. Ақыр заманға дейін Сөйтіп тәубе етпей өтеді ғой. Алла оған бір тағала не болған білуші. ғой, Нұх пайғамбарға қатысты бір оқиғада айтылады. Нұх пайғамбарға топан су болады ғой, барлығын кіргізген кезде кімді ібілісте келді деп айтылады енді. Мен де салып жіберді деп, сосын сен қуылған несің ғой, жаратылысың ғой, сен кірмейсің дейді. Саған алла тағала разы емес қой дейді. Тәубе етсең бола ма дейді. Болады, бірақ адамға сәжде ет дейді. Өйткені адамның табытын алып алған олар. Жоқ дейді, мен оны тірі кезінде сәжде етпегенмін, өлі кезінде қалай сәжде етемін дейді. Осындай оқиға бар. Мен енді осыны миымда жүрді, сөйтіп бір жерден жауабын таптым бұны. Жаңа сіз айтқандай, оның үстіне тағы бір мысалды айтады. Абу Лахабты айтады. Абу Лахаб тірі кезінде Құранды жоққа шығарды, ол өтірікші, сиқыршы, әртүрлі енді нелер жапты ғой, жалалар. Соның ішінде Масад сүресі түскенін айтады. Масад сүресі түскеннен кейін ол жаңа тозақта оған жаңағы есілген арқан болады деген нәрселер айтылғаннан кейін ол 10 жылдан кейін қайтыс болған дейді. Енді логически қарасаңыз, Құранда сондай аят келіп тұр ғой. Енді ол сол жерде тұрып иман келтіріп жіберсе, полный Құранды жоққа шығара алатын мүмкіндік бар ғой оның қолында. Түсіндіре алдың ба? Ол жерде ол тозаққа кіресің деп ол ешқашан иман келтірмейді деп тұр ғой, былайша айтқанда. Бірақ ол иман келтіріп жіберсе болды, Құранды өтірікке шығарып жібере алатын еді. Ал ана 10 жыл бұрын әлі тірі кезінде сол шығып тұр. Сонда да оның 10 жыл бойы өлгенше ол по-любому исламға келмейтінін біліп, Алла не істеп тұр дейді. Тағы да бір жер бар осы жерде шығара салатын бір ой. Ол жердегі аяттар өткен шақпен келеді да. Құрыды. Егер де өткен шақпен келсе дейді, хотя ол болашақтағы нәрселерді айтса, значит бұл нақты орындалады деген мағына білдіреді. Ешқандай күмәнсіз деген. Сондай бар. Значит, ол мүмкін емес нәрсе ғой просто. Ақырындап аяқтаймыз ба? Иә, оқиға бітті. Бітті, иә. Жәке бүгінгі шығарылым осындай бір кейіпкер туралы болды. Енді бір жағына жаңа айтқандай біз одан қорғануымыз үшін ол туралы білуіміз керек қой. Сол үшін біле алдық деп ойлаймыз, енді барынша жеткізе алдық, білетін нәрселерімізбен бөлістік деген сияқты. Сізге қалай болды? Өте жақсы. Жәкеңнің әңгімелеріне кәдімгідей кіріп кетіп, өзімізді шоуда отқанымыз, шоу деп, YouTube шығарылымда отқанымызды ұмытып. Шоу деген сөз, сәл жараспайды, қисса деген. Негізі сөйтіп аталады ғой, шоу ма? Көрсетілетін нәрсе ғой негізі. Шоу қайда онда? Қазір ән, би, сонда. Сол, ұмытып кетіп жаттық, қатты ұнады. Сіздерге ұнады ма, достар? Ұнаса, астына пікірге. Әдеттегідей, жаза кетесіздер ғой. Рахмет, Шыңғыс бүгін тоже өте күшті толықтырып отырды. Тұздықтар, жаңағы. Сөйтіп үміттенгенбіз, үмітіміз ақталды. Шүкір. 4 тұздық бердіңіз ғой. Туз. 4 тұз. Сразу. Рахмет, құрметті көрермендер, бізбен бірге болғандарыңызға, осы уақытқа дейін болсаңыздар, ар жағында енді кішкене тіркеліп, лайк басып, пікір жаза кетіңіздер. Сіздердің әр жазған пікірлеріңіз, лайктарыңыз ол біз үшін маңызды, арнаның дамуына көмектеседі. Рахмет барлықтарыңызға. Бұл түнгі қисса жобасы болды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Болды. Рахмет. Ой, рахмет жәке. Ooh.